Сәлем баршаңызға, сіздермен өнер. Мен бүгін сіздерге үй жағдайындағы духовкада піскен пирожкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Керекті заттың барлығын описаниеге қалдырамын. Енді пирожкиді жасауды бастаймыз. Алдымен ыдысымызға 1 стакан жылы суымызды құйып, оның үстіне 1 стакан жылы сүтімізді құйып, сүт міндетті түрде жылы болу керек, суда жылы болу керек. Үстіне шекерімізді саламыз, ашытқымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне тұзымызды салып, жұмыртқаның белогын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай ішіндегі шекері, тұзы, дрожжи ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді осы массаның үстіне ситудан өткен ұнды саламыз. Мен алдын ала дайындап алдым, қасықпен салып тұрдым, араластырып, қою масса болғанша ұнды осылай үстіне салып тұрамыз. Енді кесемен салып, қамыр илейміз басып. Міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырдың бетін жауып, жылы жерге ашытуға қоямыз. Енді ішіндегі салмасын дайымыз. Мен 5 түйір картоп алып, оның сыртын ашып, суға қайнатып, осылай ұсақтап салып қойдым. Өйткені пісуге оңайырақ болады. Және картоппен жуаны қосып пісіремін. Мен табаға майымызды қыздырып алып, оның үстіне 1 штук жуаны салып, турап, қызарғанша қуырып аламыз. Картопымыз дайын болғаннан кейін суын сүзіп езіп аламыз. Оның үстіне жуамызды, қуырылған бұрыш, тұзымызды саламыз. Міне енді қамырымыз көтерілді, өте үлкен болып. Енді қамырымызды дөңгелектеп алып, бөліктерге бөліп аламыз. Осындай көлемде алсаңыздар болады. Бұдан сәл үлкендеу қылып алсаңыз да болады. Міне менің нандарым дайын. Енді осы нанды 15 минутқа бетін жауып тағы да қалдырамыз. 15 минуттан кейін ашамыз. Осындай үлпілдек болып нанымыз ашиды. Енді пирожкидің жасалу жолын көрсетемін. Нанды алып, осылай оқтаусыз үстінен қолмен басып аламыз да. Үстіне картопымызды саламыз. Екі жағын жақсылап бекітіп басып, осылай үстінен басып, осындай формалар жасаймыз. Тағы да көрсетейін. Тағы да жабыстырып, төмен қаратып, тағы да үстінен басамыз. Формаға келтіріп саламыз. Міне пирожкилер дайын. Енді манағы жұмыртқадан қалған 2 сарысын әбден араластырып алып, пирожкилердің үстіне жағып шығатын боламыз. 180 градуста жарты сағатқа пирожкилер қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне пирожкилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.